Баршаңызға сәлем достар, сенімен бірге мен бумажный доллар. Бізде бүгін бумажный распаковка. И менде бүгін бір новинка. Бұл бізде коллекция консилер. Мына пакетиктер бар, бұяқта 8 пакетик. Вот. Қалған коллекциялар сіздерге таныс деп ойлаймын. Бізде бірінші коллекция LD. Давайте бұл жерден на пакетик түсіндік. Что нужно? Келесі цветы. На пакетик таңдаймыз. Овощи и фрукты. Давайте одежда. Вот так. Кешегі новинка. Жоқ, кешегі новинка емес бұл. Кешегі новинка бұл пластир бұл керек, наверное. Мен просто ұмытып қалдым. Так, ой, біреу түсіп қалды. Жоқ, я бұл кешегі новинка. Давайте бұл жерден қандай перфорация. Давайте на жасылды алайық. Просто обычный перфорация. Келесі пластиры. На пакетик таңдаймын. Келесі стикеры. Әрине мынаны таңдаймыз. Өйткені білмеймін қандай жаман пакетик болған. Вот. Айтпақшы, новинканы ұмытып кетіппіз ғой. Новинкадан давайте промшамесін жасайық. Давайте мына жасайық. Так. Осыны аламыз. И вот. Бізде бүгін распаковкада вот осыншама пакетик. 8 пакетик ровно. И вот. Біздің адвент календарымыз кеше аяқтадық. Мен ондай календар жасамаймын. Өйткені маған онша ұнаған жоқ. Менің каталогым. Так. Бірінші коллекция. Стикеры. Келесі видеода біз осы коллекцияны аяқтаймыз. И бүгін осы пакетикті алдық. Ең жаман. Бізге бүгін осындай Love деген наклейка түсті. Номер 8, ең соңғы. Так, ашайық. Және қажап тұрамыз. Осылай келесі. Так, календар аяқтадық, одежда аяқтадық. Цветы. Біздің пакетик. Мен пакетиктерді әдемі алуға тырысып. И вот, қазір. Бізге осындай тюльпан, сары тюльпан түсті. Номері 6. Мұнда жапсырамыз. Менде, как білесіздер, самоклейка бітіп қалды. И мен сол үшін көп нелерді клейме жаптырып жүрмін. Вот, келесі шапкиді аяқтағанбыз. Так, LD. Біздің пакетик. Ашамыз. Что нужно? Что нужно? LD-ға бізге не обязательно краска, но енді бояйтын заттар керек. Вот номер 1.
мына жерге жабыстырамыз. Былай. Осы жерге былай қазір көреміз. Мен кішкене андай ауырып қалғанмын. И сосын даусым басқаша. Освещение өзгерген байқады деп ойлаймын. Номерлері бірге жабыстырамыз осылай. Вот. Овощи и фрукты. Біз сыртына қате жазылған пакет таңдадық. Қатесін қаяқта деп ойлайсыздар? Әрине, фрукты. Р әріпін ұмытып кеткенмін. Жасыл пакеттен осындай жасыл капуста түсті. 40 қабат дейді қазақша. Бұл капуста. Так, номер 1. Осылай жабыстырамыз. Да, и вот сондай күшті коллекция болып келе жатыр. Келесі одежда, екінші часть. Так, номері 5. И бұл бізде осындай пижама ма, білмеймін, бұл онша емес болып шыққан. Қазір жабыстырамыз. Так, номер 5. Так, вот осылай шықты. Келесі коллекция пластиры. Біздің пакетик осы. Ашамыз. Арты болмай қалған. Кейін баға пластиры деп жазып қойған. Шонша емес, краш етіп жатырмын. Өте күшті деп ойламайым. Пакетиктердің көбісі целый болып қалып жатыр. Бұларды мен әрине лақтырам, бірақ кейбіреуін осындай түсіп қалғанда сақтап қоямын. Бізге осындай пластир түсті, арбузға ұқсайды. Вот. Номері 1. Так, бір клетка түсті, бұлай. Вот осылай. Келесі сердечки жиған новинка. Перфорация істейді деген ойдам. Так, перфорация. Ол прям күшті істеді. Күшті пакет жыртырлақтармен. Бізге бүгін осындай жүрек түсті. Бөлініп қалған, шынандай бет-бет тұр. Осындай. Енді бұл номер 5. Қазір жабыстырамыз. Номер 5 алып бітем мына жер. Енді осыны 4 бұрыштың ішіне жабыстырамыз. Вот, бұл коллекция менде өте күшті сәнделген. Так вот. Келесі новинка. Біздің онша емес пакеттігіміз. Бұны бір жарты сағат бұрын жасап біттім. Вот. Пакетигім целый қалды. Онша емес болса да. Так, бізге осындай наклейка, то есть канцеляр түсті. Бұл да канцеляр кіреді деген ойдамын. Бұл бізде вот осындай клей ПВА. Номері 8 жабыстырайық. Жабыстырамыз. Номері 8. Осылай. Осымен біздің распаковкамыз аяқталды. Баршаңызға пока.